Дубайдағы бірінші күн. Отелімізге келіп, кішкене біраз уақыт 2-3 сағат демалып, ұйықтап, сосын кейін барып, кешке қарай шығуды жөн көрдік. Себебі жол бәрібір шаршатады екен. Хоть самолет болса да, кәдімгідей шаршап қалғанбыз ғой. Келдік те бәріміз құладық. Сонымен 3 сағат ұйықтап, кешкісін осылай қыдыруға шықтық. Бір қуанатыным, отель таңдаудан қателеспеппін. Себебі отеліміз таза, уютно, әдемі жерде орналасқан, барлығы күшті енді. Ішінде бәрі бар. Жаңа утюг, фен, тағы да жаңа не керек, соның барлығын қойып қойған ғой уже. Полотенце, шампунь, зубный паста, щетка. Осылай өзіміз киініп алдық та, отелімізден шығып, такси ұстадық. Сөйтіп таксименен біз бірінші тамақтанып алайық деп. Қазір дамыған заман деймін да, любой нәрсені инстаграмнан, интернеттен табып алуға болады. Жаңа гуглға жазасыз керек нәрсеңізді, или болмасам инстаграмға жазсаңыз, любой нәрсені табуға болады. Біз қазір узбекский кухня тауып алдық. Бізге мына жақтың кәдімгі шведский столдары онша ұнамады, себебі қарның тоймайды. Ананың заттарына ше, біз өзіміз кәдімгі үйде жүрген сияқты палау, анау-мынау шашлык жегіміз келіп, узбекский кухня тауып алдық, и соған келдік. Біздің теңгеміз бен дирхамның разницасы 1 дирхам біздің 123 теңгеміз екен. Бізді такси осы жерге дейін 30 дирхамға кеп тастады. 30 дирхамды біз 123-ке көбейтеміз, сонда теңгеменен 3700 теңгеге келген болып тұрмыз. Сосын Дубайда английский білсең, ешқандай проблема жоқ, өзің жүре береді екенсің. Любой нәрсені сұрастырып та. Біз английский білмесек те, әйтеуір шығып кеткенбіз. Ешқандай қасымызда переводчик жоқ, гид жоқ, ешкім жоқ. Өзіміз жүрміз да. Бізде переводчик телефонымыз ғана бар. Любой нәрсені осы переводчикқа салып сұрап жатырмыз. Қазір біз метроға кетіп бара жатырмыз. Метроға дейін қанша жол жаяу жүрдік бірақ. Бірінші күн болғаннан кейін біз телефонға интернет салып үлгермедік. Содан кейін любой қайсы жерде Wi-Fi бар, соған уланып, әйтеуір ары қарай жүріп отырдық. Одан кейін Wi-Fi болмаса кәдімгі қиналып қаласың, бірақ ше ешкімнен ешнәрсе сұрай алмай қаласың. Сондықтан ертең уже сим-картамызға единса жаңағы интернет салып алуды жөн көріп тұрмыз да. Метрода өзімше тиктокқа тренд түсіріп аламын ғой деген едім, қаяқтан болмады, интернет жоқ. Тиктоктағы өлеңдерім қандай еді деп кейін түсірмедім. Одан кейін тағы бір байқағаным, Дубай ол уже только туристердің қаласы екен ғой. Арабтар вообще аз. Арабтарды онша бит көре бермейсің. Дубай молда ғана арабтар бар. Так көп жерде үндістер мен пәкістандықтар көп екен. Сосын кейін тағы бір байқаған жерім, бұл жерде барлығы тонировкамен жүреді. 100% алды-артына тонировка ұруға рұқсат, себебі күн қатты ыстық дейді. Не үшін деп сұраған едім, ыстықтан қорғану мақсатында тонировкаға рұқсат етілген екен. Бізде Шымкент, Сарыағашта көп сигнал басады. Мысалға, біреу жолдың ортасында тұрып қалса, арқасынан сигналға беріп, босай, машинаңды алса не алып тұрсың деп айқайлайды ғой. Ал бұл жақта ондай емес, сабырмен күтіп тұра береді. Ана адам өзінің жұмысын бітіріп, ары қарай жүргенге дейін маргать етіп, сигнал басып, убери машину деген нәрсе жоқ та бұл жерде ше. Соған ырза болдым да. И сосын кейін бір чернорабочий араб көрмедім ғой. Сатушы, официант, таксист, ешқайсысы арабтар емес, бәрі шетелден келіп жатқан адамдар. Дубай молдың жанындағы танцующий фонтанға келді. Күшті. Сосын осындай күшті көңіл күймен отелімізге қайттық. Қалай сіздерге ұнады ма? Ұнаса комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.